Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін біз Адал азамат бағдарламасы аясында отбасы құндылықтарын дәріптеу бағыты бойынша тақырыпты талқылайтын боламыз. Бала тәрбиесі тек отбасын емес, тұтас ұлттың болашағы. Отбасы құндылықтарын дәріптеу, бала құқығын қорғау, ата-ана жауапкершілігін арттыру бүгінгі қоғамның басты міндеті. Бүгінгі подкастымыздың қонағы Қазақстан Республикасы Кәсіпқой бухгалтерлер палатасының мүшесі, Қазақстан Республикасы Іскер әйелдер қоғамдастығының мүшесі, Ұлытау аудандық аналар кеңесінің төрағасы Жұмабаева Жанар Ысқаққызы. Қош келдіңіз. Рахмет. Гүлдана мұғалім. Бүгін айтары бар деп мынау мені шақырып отырғандарыңызға, тәрбиелік мәні бар әңгіме өрбіту үшін шақырғандарыңызға көп рахмет. Сізге де рахмет. Алғашқы сұрағымнан бастасам. Кәсіпкерлік пен ана рөлін қатар алып жүрудің басты қиындықтары қандай? Бірінші, ана рөліне басымдылық берейін. Бұл қоғам дейміз бе, ғалам дейміз бе, үш тетік бар. Тетік деп айтайықшы. Ол дегеніңіз қоғам, ол заман деген мағынаны, уақыт деген мағынаны білдіреді. Дүние, ол дегеніміз жер, су, үй, завод, қала деген сияқты. Үшіншісі адамзат. Осы үш тетікте тек үздіксіз қозғалыс үстінде болады. Және де бұл қозғалыстардың барлығы жазылған заңдылық аясында жүреді. Жазылмаған заңдылығымыз бар. Ол біздің ұлттық қанымызбен, тегімізбен дарыған мейірімділік, қайырымдылық, қайсарлық, обал сауап, салт дәстүр, сана, адалдық, айта берсең өте көп, және де бұның ішінде рух пен мінез де кіреді. Міне осы жазылмаған заңдылық жаңағы үш тетіктің ең қозғаушы күші. Ал бұл күш қайдан келеді? Бұл күшті дарытушы, ананың сүтімен дарытушы және жаратушы ол ана. Біз қазақта ананы құдіреттің иесі, құдірет күші деп білеміз. Міне, ананың құдіреттің иесі деп аталуының тетігі осында жатыр. Мынау ананың рөлі деп жатсыз, менің анадан туылдым. Менің өзімді ана қылып, ана болуға сый берген Аллаға тек алғыстан артық. Басқа сөзде мадақта жоқ шығар. Алланың ісі. Ана болу бақытын бұйыртқан. Бұған тек қана ырзалықпен, тек қана мадақтан басқа айтарымыз жоқ. Қазақтың даналығы Алланың өзі де рас, сөзі де рас дейді. Сондықтан ана болу деген қазіргі қоғамда өте маңызды. Мен бақыттымын ана болғаныма. Ал енді кәсіпкерлік деп жатсыз. Кәсіпкерліктен бұрын мен кәсіпкерлікпен айналыспаймын. Мен мемлекеттік мекемеде азаматтық қызмет атқарамын. Мамандығым бухгалтер және де педагог-психолог деген мамандығым бар. Бірақ менің қызметім есепшілік. Бұл жақсы, екеуінің қандай қиындығы бар дейсіз? Ешқандай да қиындығы жоқ. Жаңағы менің айтқан ананың құдіретін бек түсінетін ана үшін қызмет ету деген, отанға қызмет ету деген, қоғамға қызмет ету деген, ол өз-өзіне сұралып тұратын дүние. Сондықтан еш қиындығы жоқ. Рахмет. Керемет жауап болды. Керемет жауап болды деп ойлайсың ба? Бала тәрбиесі ұлт болашағы деген ұғымды іскер әйел ретінде қалай түсіндіресіз? Бұл сұрағыңа мен іскер әйел ретінен бұрын отаншыл азамат ретінде жауап беріп көрейін. Ұлт болашағы қатты ойландырады. Ел есінде бір жыл қалғың келсе, ас бер дейді. Ел ішінде 10 жыл есте қалғың келсе, ағаш отырғыз дейді. Ал мәңгі қалғың келсе, бала тәрбиеле дейді. Бұл қазақтың даналығы. Сондықтан бала тәрбиелеу, ол дегеніңіз жалғыз ата-ана емес.
жалғыз мұғалім емес, барлық адамзаттың қазіргі ойландырып отырған тақырыбы. Бұдан тыс қалмау керек. Әрбір азаматпын деген адамзат бұдан тыс қалмау керек. Қазір қоғамда, ғаламда керемет дамып жатыр. Технологиялар дамып жатыр. Қазіргі ұрпақтың қолында екі тетік тұр. Бірі керемет кемеңгерлік, әлем, екіншісі жәлем. Осы тетік біздің ұрпақтың қолында тұр. Әлемді басып, оның кереметін үйреніп алам десең, мүмкіндігі мол, одан керемет жетістікке жетесің. Сен талай мүмкіндіктерді, жаңалықты ашып, азамат, керемет азамат деген атаққа еліп, бұл біздің бағымыз болмақ. Ал екінші тетік жәлем. Ол жәлем дегеніміз, мынау мимен қабылдап, оймен ойламай, тек қана жеңілдікке үйренген ми салмақ түсірмей, қандай сұрақ берсең қазір жауап таба аласың. Ол дегеніңіз, мынау миға санамен ойландырмай, жеңілдікке апарып, мынау бүкіл әлемді жеңіл қабылдап, жеңіл ойласа, онда ол өзінің кім екенін білуді ұмытып қалатын болады. Бұл сор болып табылмақ. Бұл өте қорқынышты дүние. Сондықтан ұрпағымызға басқа заманнан бөлек қазіргі заманда ерекше мән беру керек. Өйткені адамзат тарихында осы қоғамдағы, ғаламдағы болып атқан сондай керемет мүмкіншілік өзгерістерге өзіндік іс-қимыл, әдіс, тәсіл ойлап табу үшін мына үлкен біздердің ол міндетіміз болып саналмақ. Оған бір шығармашылықты пайдалануымыз керек. Оған бір әдіс қимыл ойлап табуымыз керек біз. Оған бір жаңа қолданысқа енгізілетін жаңа мүмкіншіліктер пайдаланып, осыны іске асыруымыз керек біз. Ұрпақ тәрбиесіне пайдалануымыз керек біз. Бәріне бұрын. Мынау ұрпаққа ең басында ол тетікке қолы жетпей тұрып, тәрбие беретін ол оттың басы, ата мен анасы. Қайткен күнде бала 5 жасқа дейін, өз қазақта бір әңгімелер естісең, 5 жас деген ұғым бар. 5 жасқа дейін балаңды патшадай көр деген. Міне, ол жай айтылған жоқ қазақтан алғанда. Бұл 5 жасқа дейінгі балаға ұлттық тәрбиені не мектеп, не мемлекет беруге міндетті емес. Ол тікелей ата-ананың міндеті. Міне осыны орысша айтқанда ударная доза дейді. Сондаймен ұрып, миыңа сіңіріп, өз қолына алу керек. Оны осы ұлттық дәстүрмен баланы уызын қандырып әбден, осылай мықты ететіндей қылу керек. 5 жасқа дейін уызына ананың сүтімен, ананың дарытқан тәрбиесімен, ата-ананың ортасымен қалыптасқан бала ешқашан жаңағы қазіргі қоғамда болып жатқан бес кесел деп айтамыз, жаңағы әлемнің жәлеміне де төтеп бере алатын болады. Бұл дегеніңіз алып күш тек ата-ананың қолында деп ойлаймын. Келесі сұрағым, ата-ана мен мектептің серіктестігі не үшін маңызды? Өте маңызды. Жаңа осының алдындағы сұрағыңда атап өттім ғой. Мектепке білім алғанға дейін бала отбасында болады. Қазақтың даналығы тәрбие тал бесіктен деп айтады. Міне сол мектепке дейінгі алған баланың тәрбиесі оған мектеп жауапты емес. Ең алғашқы сіңіретін тәрбиесін ол бесіктен басталады. Сондықтан мектеп білім беретін болса, тәрбиені үй береді. Ата-ана жауапты. Сондықтан өте тығыз байланысты. Білімді болу бір басқа, ал тәрбиесіз болу, ол адамзатқа апат әкеледі деген ғалымдардың, ғұламалардың сөзі бар. Бұл өте рас. Білімді болу ол аз мектептің беретін. Тәрбиелі болу және мінезді болу шарт. Мысалы, өте білімді болып елге қызмет етуге келгенде
келгенде мінез жетіспей жатса, ол білімділігінің өзіне нұсқан келіп оны көрсете алмай қалады. Мінезге бай болу керек. Мінезді болу деген батырлық. Мінезді болу деген рухты болу деген сөз. Ал тәрбие дегеніміз өз-өзінен егіз ұғым. Білім мен тәрбие деген. Қазақта және де бір тыйым сөз бар. Білімдінің жаманынан сақтасын деген. Бұл жерде білімді болса да, жаман деген сөз, жаңағы мен айтып тұрған мінезі жаман, және де тәрбиесі жоқ деген сөз. Қазақта көргенсіз деген сөз бар. Көргенсіз деген көрген тәрбиесі жоқ деген мағынаны білдіреді. Бұдан жаман ата-ана үшін баласына көргенсіз деп айтуды есту өте қасіреттің қасіреті. Сондықтан мектеп пен ата-ананың, отбасының серіктестігі өте маңызды. Өте маңызды. Сондықтан мән беру керек. Рахмет. Іскер әйелдер қоғамы отбасы институтын нығайтуға қалай үлес қоса алады? Отбасы институты деген сөзді, сұрақты жақсы айттың. Қазір мынандай сөз айтайын сізге. Әй дейтін әже жоқ, қой дейтін қожа жоқ деген қазақ даналығы бар. Бұл сөз қай уақытта сұралады? Бұл сөз ұрпақ үшін, елі үшін, халық алаңдағанда туындайтын сөз екен. Бұл сөзді әй деп басып тастау үшін емес, қой деп қойып қалу үшін емес, қазақтың қанына сіңген ұлттық дәстүріне, салтына, санасына, тыйымына, әдет ғұрпына байланыстыра келе, болашақтан үміт күттіру үшін, және де соны іске асыру үшін сұралатын, бір қоғамда бір қиындық туып тұрғанда, не болмаса бір алаңдаушылық туған кезде сұралатын сөз. Осы әй деп, қой деп айтатын әже, қожа, отбасы институтының басы болу керек. Отбасы институтын айтып отырғанда әжемен бастадым ғой. Әй деп әжеден басталады бұл сөз. Неге деп ойланып көрдіңіздер ме? Неге? Мен ойлаймын, мынау ұрпақ әжеден әлемді көреді. Оның әлемді көретін қолында сотқа жоқ. Әжеден әлемді көреді. Әженің мейірімділігі, ол әже деген ананың анасы. Әжеден әлемді көреді екен. Сондықтан шығар деп ойлаймын мен. Бұл қазақ сөздің басын, аяғын, ешбір сөзді жайдан жай айтылмаған, қолданылмаған. Қожа деп неге екінші айтылады деп ойлағанда, мен бұлай топшылаймын. Қожа дегеніміз сол әлемнің қожайыны болғандықтан, ол екіншіге қалып тұр. Бірінші әлемді тану керек. Мінекей, сондықтан қазір көп алаңдаушылық басым. Сондықтан қоғамымыз қазір, мысалы міне қазіргі сіз айтып отырған іскер әйелдер, аналар кеңесінде мен қоғамдық жұмыс істеймін, бұл мемлекеттің тапсырмасы, мемлекеттің талабы. Жазылған заңдылық емес, жазылмаған заңдылықты алға ұмтылдыр, оған үлес қос, аянбай еңбек ет деп жатыр. Міне осы шақырту, және де одан басқа адам болып қалыптасқан өзіңнің рухың осындай жұмыс істемеуге мүмкіншілік бермейді. Міне сондықтан мен осы қоғамдық жұмысты атқарамын. Қазір қараңыз, кезінде біз қазір өте бақытты адамдармыз. Сіз де, біз де. Неге дейсіз бе? Өйткені 300 жылдан астам, 500 жылға тарта шығар, бұл қазақ мынау тәуелсіздікке жете алмады. Қаншама қанын төкті, қаншама еңбек кетті, қаншама тағдыр болды қорланған, қаншама ашаршылық көрдік. Ақтабан шұбырындыдан бастап, репрессия дедік, одан зиялы қауымды жаңағы құрттық барлығын көзін жойып. Мынау
оба деген аурулар келді. Одан кейін соғыс басталды. Міне осындай қиыншылықты көрген халық бәленбай жылармандаған. Сол тәуелсіздікті көру бақыты сіз бен біздің пешенемізге жазылған. Бұны бақыт демей не дерсің? Өте керемет бақыт бұл. Және де осы тәуелсіздікке қол жеткізгеннен кейін мынау қазіргі ұрпақ жаңа қиындықтың бірін көрген жоқ. Оны көрген біз айтуымыз керекпіз, біз жеткізуіміз керекпіз. Институтты сол үшін құрды. Сол үшін бұрыннан бар, соны енді дамыт деп жатыр, ерекше дамыту керек деп жатыр. Өйткені алаңдаушылық туды ұрпақ үшін, ел үшін, болашақ үшін. Мысалы кезінде жоқ жұтаң заманда бізде сауатсыздық та болды. Бізде әйел теңсіздігі деген де болды. Бізде жаугершілік деген де көп болды. Осындай уақытта бізді аштықпен де сынады, жаугершілікпен де сынады, аурумен де сынады, жоқшылықпен де сынады. Ал қазір тоқпыз. Мына мемлекеттің мынау халыққа деп, ұрпаққа деп жасамай жатқан жақсылық жоқ. Құдай-ау, анау басқа мемлекеттермен салыстырасың ғой. Мысалы, Қытайдағы қазақ келіншектің әңгімесін естіп, мен ойланып қалдым. Ол былай дейді: сіздер Қазақстанның әйелдері, сіздер еркесіздер дейді. Сіздер бала туам десеңіздер, айлық береді мемлекет. Балаңызға да жөргегіне айлық береді. Сіздер дем ала аласыздар. Сіздерде оқыту үшін, оның денсаулығы үшін мемлекет қарайды дейді. Біз соның құндылығын біле бердік пе? Көбіміз сол сырттың, басқаның әңгімесін естімей, қиындықты көрмей, ұрпақ біле бермейді. Ол солай қалыптасқан жағдай деп ұғынады. Ал менің ұрпағым Гүлдана, менің ұрпағым әжелерімнен тыңдап, өсіп көрген адаммын. Мынау шашылып жатқан әжелеріміз нанның қиқымын жерге түсірмейді. Обал сауабы бар деп, бай боласың деген сөзбен келтіріп, оны жеп қоятынбыз. Нанның қадірін білген адамдар. Соны естіп өстік. Шетін көрдік сол әңгімені. Соғыс туралы киноны көріп, сол уақыттағы Совет өкіметінің идеологиясынан да осы қиындықтың барлығын біз көп көріп естіп өскен ұрпақпыз. Бізді аштықпен қинаса, қазір тоқ заман. Не кием демейді, не шем демейді. Бәрі бар. Туған туыс да бар, мол дастархан да бар. Бұл адам армандаған патша заманның өзінде армандамаған, қол жетпеген біз керемет жетістікке жетіп отырмыз барлыққа. Ал бірақ осы тоқ заманда біз ашпыз. Бізді тоқ заман аштықпен қинап жатыр. Ол қандай аштық? Ол рухтың аштығы. Мәдениетіміз төмендеген, дәстүріміз азайған, тәрбиеміз тамшылап бара жатыр. Бұл дегеніңіз қауіп. Баршылықтан, жаңа айтып отырмын ғой, технология дамығандығы сонша, біз кезінде бізде бұндай оқулық та болған жоқ. Бізді білім алуға ғана үйретті, жауапкершілікке ғана үйретті. Ол жеке өмірің, сенің жеке табысың, ол туралы бізде жеке гигиена туралы, қазір енді қалайша айтсам екен, қазақ қоғамында айтылуға да тиісті емес. Сексапатология деген жаңағы ғылыми, жаңағы дамыған сала бар. Осының бәрі жабық болды. Психология деген жабық болды. Біздің бар білген психологиямыз, ол анамыз болды. Енді келіп, сөйте тұра, біздің білімге деген адами қабілетіміз, мейірімділігіміз, ол дегеніміз адами құндылығымыз өте қатты дамыды. Ал қазір бүкіл материалдық тоқшылық бола тұрып, адам аш. Енді не істемек керек? Қайтпек керек. Мән осында жатыр. Осы адами қасиетті, құндылықты, мәдениетті, міне осыны дамыту керек болады. Оны айтқанмен болмайды. Бірақ айтқанмен болмайды дегенмен
сөзбен судың тиіспейтін жері жоқ дейді қазақ даналығы. Бұл тәрбиені жаңағы жазылмаған қайткен күнде де миға сіңірту керек. Қазіргі ұрпақ бәрін біледі, ол тыңдамайды, қазір ақылды керек етпейді деген жай сөз. Институттың әжесі, құрап тұралған әжесі, анасы, атасы, әкесі, міне осы құндылықпен сананы қайткен күнде де санаға мықтап енгізу керек. Ілмейді деген жай сөз. Түбі қазақ, түбі ұлты бір, түбі сол әке шешеден айтып тұрған, шығып тұрған бала ілмей қалуы мүмкін емес. Олар қазір айта салу мүмкін, жеңіл қабылдап тұр ғой, ол дегенің ескілік, ол сіздің заманыңыз деп. Жоқ, өткенге тоқтамай, бүгінгіге, болашаққа өмір тұрлау болмайды. Сондықтан отбасы институтын қоғам да сұрап тұр. Ал өзіңнің ұрпағың да сұрап тұр. Адам ретінде өзіңе де сұрап тұр. Ұрпақ үшін сен қайткен күнде еңбек етуің керексің. Міне, отбасы институтының мәні де мағынасы да осы. Сен өте дұрыс сұрақ қойдың. Енді осы отбасы институттың іскер әйелдермен қандай тығыз байланыста, қандай тәрбиелік өтіп жатыр дейсіз ғой. Осы қоғамдық жұмысты атқарып жүргеніме менің 25 жыл болды. Іскер әйелдер қауымдастығында. Бұл қауымдастықтан алатын ақшамыз да жоқ. Алатын атағымыз да жоқ. Бұдан алатын атағымыз да, ақшамыз да, ол ішімнен қайнап тұрған рухтың іске асуы. Өзімнің ұрпағым үшін, өзімнің ұрпағымның ортасы осы қоғам үшін мен қайткен күнде қажет болуым керек. Мен осы қажеттілік, менің осы қоғамда өмір сүруіме, қоғамға қызмет етуіме мәжбүрлемей қоймады. Іскерлік қауымдастығы да, аналар кеңесі де, отбасы институты да, ол менің жүрегімде, ол менің тұла бойымда, ол менің істеген ісімде, ол менің сөйлеген сөзімде. Байланыс осы. Қыз балалар мен ұл балаларда тәрбиесінде айырмашылық болу керек пе? Әрине, Гүлдана, әрине болу керек. Бізде, мен ойлап, бүйтіп қарап отырсам, және де оқыған, тоқығанымды бұлай мазмұндап отырсам, ойланып отырсам, ұл балаға тыйым сөз тәрбие аздау ма деп қалдым. Қыз балаға талап пен ырым тыйым өте көп болады екен. Келісесіз ғой? Ал бұл қайдан туындады? Біздің қазақтың көрмегені жоқ. Жаугершілік заман болды ғой. Ол үшін күш керек болды. Ол үшін батырлық керек болды. Күштің есі, батырдың есі ер азамат болған. Хан болу, болыс болу, батыр болу, ер болу, не деуші еді, билікті айту деген, міне осы ер азаматтың үстемдігін әйел азаматынан жоғары етті. Әйел адамды, еркек адам, ер, батыр, ол дегеннің түздің адамы. Қорғаушы ретінде, табушы ретінде, асыраушы ретінде үстемдік құрған. Ал әйелдің жүрегі нәзік, өйткені ол ұрпақта келеді. Ол өте мейірімді. Ол дүниені жаратушы адам. Сондықтан оның бір саты нәзік болып тұруы, ол заңдылық. Бірақ бала тәрбиесіне келгенде ол әйелдің шаруасы, ол ұрпақ тәрбиелеу, бала тәрбиелеу, оттың басы, ол солай деп, қазірдің өзінде солай айтамыз. Баланың тәрбиесіне әйел жауапты деп айтамыз. Қарап отырсаң, үйде де ана көбірек баланың қасында үйретуші, мектепте де бүкіл оқытатын, білім алатын орындарда да ер азамат аз, әйел адам. Бұл ұрпақты әлсірете ме, жоқ, кеңейте ме? Сұрау осында. Енді қараңыз, неге қазір қоғам өзгерді ғой? Неше түрлі ойланбаған ғылыми жаңалықтар ашылып, неше түрлі мамандықтар шығып жатыр. Міне қазіргі мамандардың айту бойынша ұрпақ үшін ана бірінші орында тұрмайды екен.
Оны білдіңіз бе? Ұрпақ бала үшін бірінші орында әке тұрады екен. Екінші орында әке мен ананың қатынасы тұрады екен. Үшінші орынға келгенде ғана ана тұрады екен. Сондықтан қыз баланы қайткен күнде де қазақ өте қонақ қып, өте қамқор болған. Бірақ қазіргі уақытта ер баланы ер қып тәрбиелеу үшін әкенің қатысуы өте қажет. Ол ер тұлғалы болу керек. Ол мінезді болу керек. Ол батыр болу керек. Ол еңбекқор ісмер болу керек. Сол үшін не істеу керек? Тәрбиеде қандай іс-қимыл өзгеріс енгізу керек деп ойлайсың? Меніңше ойлаймын. Меніңше қыз баланы әке жағынан, аға жағынан өте көп қамқорлық жасалу керек. Қыз балағының қажеттілігін ешқашан жоқ деп айтпау керек. Және де ол қажеттілігін мейлінше анасы келтіріп отырып, әкесі мен ағасы жасап беретіндей жағдайға келіп отыру керек. Қалауын тапсаң қажынат деген қазақ даналығы бар. Әйел адамның мүмкіншілігі мен ойлау тәсілі ол өте керемет. Келтіру керек әйел адам. Қарап отырсаңыз, жоқ деп айтуға болмайды қыз балаға. Оны оң тізесіне қойып, оның айтқан әрбірін оны жоқты көрсетпей, қажеттілігін өтеу, ол тәрбиенің бірінші. Ол сіңіретін, жаңағы айтылатын әңгімелерден көріп, ұлттық тәрбиеден көріп, ол бірінші қорғану процесі бірінші болу керек. Қыз балада қалыптасу керек. Ал айырмашылық ұлға келгенде, міндетті түрде әдейі ұл баланың қажеттілігін біреуін жоқ қылып отыру керек. Айырмашылық осында. Жоқ қылу себебі ол ұл баланы жоғын біліп, оны табуға тәрбиелеу керек. Ол табушы, ол қамқоршы, ол жеткізуші, ол аялаушы болу керек. Қайткен күнде де қызға 40 үйден тыйым өте көп. Кезінде тыйып қыздарымыз кейде өзінің ойындағысын, өзін ашық айта алмайтын жасық болып бара жатыр. Көбін жасырып қалып, көп қиыншылық көріп жатыр. Оны төмен санап, төмендетуге болмайды. Ал ер баланы ешқашан қыз балаға, ол анасының сіңіруіне байланысты, анасы егер дұрыс тәрбие беретін болса, ешқашан қыз балаға жаман сөз айтып, қыз балаға қолын көтеріп, өйтуге болмайтын бек түсінеді. Мұны осы екі тыйымды қазір ұл балаға қатты қарау керек деп айтамын. Қазіргі заманда мемлекетімізде қолға алып, ананың, қыздың рөлін және де оның маңыздылығын арттырып, оған өте көп қамқорлық жасап, сол бойынша заңдарды да өзгертіп жатыр. Бұл дұрыс деп айтамын. Бірақ қыз баланың ішінде де кесірлісі болады. Ұлға бергісіз қайратты, ерге бергісіз қайратты әйел болады. Әйелге бергісіз ездеу еркектер болады. Оны да жоққа шығарамаймыз. Сондықтан бұл жерде ерекше өз орнына қоятындай, ерекше айла тәсіл, оның барлығы ұлттық құндылықпен ұштастыра отырылып, ерекшелігімен тәрбиелеуге жатады. Ерекшелік осында, ерекшелік болу керек. Айтар жауабым осы. Бүгінгі біздің сұхбатымызды көріп отырған ата-аналарымыз осыдан бір үлкен ой түйеді деп ойлаймын. Жақсы жаңалықтар, біз білмейтін дүниелер ашып жатсыз. Баланың табысты тұлға болып қалыптасуында ата-ананың ықпалы қаншалықты маңызды? Мен бұл жерде ата-ана рөлінде емес, бала рөлінде әңгіме айтып көрейінші, Гүлдана. Табысты тұлға дедің. Табысты тұлға кім? Мен өзімді табысты адамға қатарына жатқызамын. Табысты әйел кім десе, табысты әйел мен деп айта аламын. Сеніммен.
бұл жерде түсінбеушілік кетсе ойланып қалу мүмкін. Қаншалықты табысты? Қаржысы бар ма деген сияқты. Оның бір керемет қызметі бар ма деген сияқты. Мансап, атағы бар ма деген сияқты. Әр жағын түсіндірмей жатып, мен бер жағынан жылдам ойлап қалу мүмкін. Мұның біреуі де жоқ. Табысты әйелде. Табысты әйел, табысты болу дегеніңіз, ол ешқандай материалдық құндылықпен өлшенбейді. Ол байлықпен өлшенбейді. Ол мансап, қызметпен, атақпен өлшенбейді. Табысты дегеніміз ол рух. Табысты дегеніміз ол біздің құндылығымыз. Табыс дегеніміз. Табысты болу дегеніміз, мен өзімнен айтып тұрмын, ол жүректің мықтылығы. Ол еңбекқорлық. Менің табысты болуыма әсер етпей қоймаған үш дәлел дейін бе, айталам. Дәлелден көрі үш кезең бе, дәлел ме, дәйек бе, заңдылық ба, осыны айтайыншы. Бірі заман. Заман. Екіншісі адам. Үшіншісі өзім. Заманына келейік. Мен орынша айтқанда уникальное поколение жатам. Неге дейсіз ғой? Біз 60-шы жылы өмірге келдік. 70-шы жыл тәрбие оқыдық, тәрбие келдік. 80-шы жылдары жастық шағымыз өтіп, отбасын құрдық. 90-шы жылы тоқырауды көрдік. 2000-шы жылы таң қалатын қоғамға ауыстық. 2010-шы жылы керемет жетістіктерді көзіміз жетті. 2020 жылы қалыспай әлі келеміз. Тура осындай керемет кезеңдерден адамзат тарихында ешбір өтпеген. Осы кезеңді көрген заман мені табысты келмеуге, табысты қылмауға рұқсат бермеді. Екінші, ата-анам. Сіз жаңа сұрағыңыз, табысты болуға ата-ананың ықпалы қаншалықты деп айтып отырсыз. Енді сол ата-анаға келейінші. Мен, әкем, шешем де жоғары білімді мұғалімдер. Бірі тарихшы, бірі қазақ тілі әдебиетінің мұғалімі. Қазақ ауылында өмір сүріп, дүниеге келіп өмір сүріп оқыдым. Сол ауылдың ең алғашқы мұғалімдері болатын. Оқыған. Ендігі айтайын дегенім, ол кісілер мұғалім болып қана қойған жоқ. Мұғалімдік деген, менің ойымша, ол бар болғаны мамандық есі ғана. Ал менің әке-шешем ұстаз бола білген адамдар. Ұстаз бола білу деген, ол екінің бірі мұғалімнің қолынан келе бермейтін дүние деп ойлаймын. Өйткені ұстаздық ол тағылымы терең өнер. Ол ұстаздық еткен жалықпас дейді. Мұғалім болып тұрып, ұстаз болмау күнә мың деген өлең жол бар. Менің әке-шешем ұстаз болмаған күннің өзінде, мұғалім болмаған күннің өзінде, әкем 7 атасының 7 атасында тарата білетін
көргені көп, естігені мол, ескі әңгімені өте ақылгөй адам болды. Ол кісі керемет тарихшы болды. Сол әкемнің бала кезімнен айтқан әңгімелері, не болмаса өзімді балаларым көтеріп отыратын сөздері бізді аспандатып жіберетін. Ол кісінің пайымы мен түйсігі, айтқан сөзі, істеген ісінің бәрі жақсы болды. 53 жасында қайтыс болды. Кейіннен әкемді көп салыстырдым адамдармен. Мына кісі менің әкемнің жасында. Әкеме тең келмеді. Өз қатарым 53 жасқа келіп тоқтады. Өзім 60-қа жақындадым. Біреу де тең келмейді. Әкемнің қалып қойған бейнесіне ешкім тең келмейді. Тұлға емі ендігі. Шешем туралы айтайын. Шешем, қазір мотивация деген сөз модный болып кетті ғой. Мотивация алмаса қимылдамай қалды ғой бүкіл адамдар. Иә. Ал менің кезіндегі кумир деген сөз болды, менің уақытымда. Менің шешем менің кумирім болды. Ол кісінің сөйлеген сөзі, ол кісінің ісмерлігі, ол кісінің тәрбиесі мені кумир қылмай қойдырмады. Бала кезімізден тек қана еңбектенуге, ұғындыруға, сондай жасаған еңбегі өте мол болды. Ауылдың қызымын дедім ғой. Мынау самаурын қойып шай қоюдан, от жағып тамақ істеуден, бие сауып сиыр сауудан, бақшаны егіп оны баулудан, еңбек етуде біліммен қатар жан салдырмады біздің үйдің отбасындағы ұстаным. Мектепте болсын, білімде болсын, тек жауапкершілікке үйретті. Осы жауапкершілікте мектепте бірыңғай 5-ке бітірдім. Және менің бала кезімнен кітап оқуға деген құмарлығым артты. Осы құмарлығымды шыңдаған әкем мен шешем. Осы кітапты оқу уақыт жетпейтін 24 сағат. Еңбек бар, сабақ бар, басқа бар дегенде ақ. Түннің ішінде бәрін ұйықтатып, қазақ үйдің бір бөлмесі ғана бос тұрады ғой, қонақ үйі. Бәрін ұйықтатып барып, сол кітапқа құмартып сол бөлмеге кіремін да, есікті жауып, светті жағып, сол бастаған кітабымды аяқтамай, мен таң атырмайтынмын. Сол құмарлығым менің жүрегімді рухқа толтырды. Әбден діңгегім әбден сусындады. Орысша айтқанда ос дейді ғой. Жердің осы дей ма? Менің тұлға болып қалыптасуыма осы ата анамның қалауымен кітап оқуым көп керемет ықпал етті. Қазіргі таңда сөйлеуім, ойлауым, пайымдауым, көз қарасымның барлығы сол бала кезімнен қалыптасты. Бала кезімде ерекше шығармашыл адам болдым. Оған кітаптың әсері көп болды ма дерсің. Мынау шығарма жазудан алдыма жан салмайтынмын. Қазақстан Республикасы, Советтік Республикасының газет басылымдары болды. Пионер журнал, Қазақстан Пионер деген газет үздіксіз мақалам шығып тұрды. Мынау Останкино телеарнасы, ол кезде 2-ақ телеарна болады. Соған салған суреттерім жетіп тұрды. Мынау Совет өкіметінің кезінде Даусым Америкаға дейін жетті. Қалай деп ойлайсыз ғой? Мынау советтік заманда шетел дегенге бұл не деуші еді? Саяси жаңағы соғыс болып тұрып, оларға достық жоқ.
бізді советтік идеология тек бізде ғана керемет өмір, планированный, жоспарланған, бізде ғана жұмыс, ол шетелде жұмыссыздық деген сияқты көп идеология өте қатты сіңірген болатын. Соның өзінде менің Америкаға даусым жеткен. Оны Саманта Смит, Дейн Рид деген кейіпкерлер Американың жаңағы совет заманында идеологияға айналдырған тұлғалары болды. Сол Саманта Смитке хат жазып, сол жарияланған болады. Америкаға даусым жетті деген сөз бе? Жетті деген сөз. Мен шығармашылық табыстым бала кезімнен ақ көп көрдім. Мені ол сұмдық алға жетелетті. Менің арманым, мақсатым мен менің талабым өте керемет болды. Мынау почта деген менің досым болды. Бір күнде Қазақстан бойынша шетелден де, Түркменстан, Чечня деген мемлекеттерден болсын, күнделікті танысу хаты 15-16-дан келіп жатады. Қазіргідей телефон жоқ. Хат болды. Сол хатты танысып, барлығымен хат жазысу мүмкін болмады. Соның ішіндегі шығармашыл деген, сауатты жазатын, ойы бөлек адамдардың, балалардың бәрімен дерлік хат алыстым. Бұл хат деген менің шығармашылығымның шыңдау шегі болды. Ол хатта сен не істеп жатсың, мен не істеп жатырмын деген айырмашылық жоқ. Ол жерде жаста болсам, қазір ойлаймын, философиялық пайымдармен жазылатын. Ой толғау деген жазылатын. Ол хатты күтетін адамдар қаншама еді. Мені сізден хат жетпей жатыр деп қаншама хат келіп жататын. Мен соның бәрін үлгеріп жататын. Бұл менің жаңағы айтып отырғаным бұл мықтылық дедім ғой. Жаңағы табысты. Табысты әйелдің ең басты қасиеті мықты рух қой. Осы мықты рухты қалыптастырды бұл. Осы мықты рух мені керемет бір ақылды өзгертті. Өзімше бір керемет. Анау кітаптың кейіпкеріне ғана ұқсағым келеді. Менің ауылымдағы ешкім де, мұғалімдердің де, ешкімнің деңгейі маған жетпейтіндей болып көрінді. Мынау екінші жаңағы сор бар дедім ғой. Бұл сорды қарасаңызшы. Мен бір көпбілгіш болдым. Бұның соры, мен бұл елден ауылымнан кетуім керек. Мен шыңдалуым керек. Мен журналист болуым керекпін. Мен елге қажетпін. Мен осындай кейіпкер, мен жарқырауым керек деген алып ұшпа мені одан әрі өмірге ерте есеюге, ерте кіріп кетуге мүмкіндік жасады. Сөйтсем ол бір жақсы да емес екен. Ол бір жастық, бір қайраттылық екен. Бірақ сол жастық кезімде мен 15 жасымда эссе жаздым. Мен кіммін деген. Менің сол кездегі арманымды, ой толғауымды, соның барлығын түсірген болатынмын. Соны қазір есіме түсіріп ойлап отырсам, көбі келген сияқты, көбіне жетпеген сияқтымын. Жетпеген себебім, ол менің жаңа алып ұшпа, өзімді кейіпкер ұқсатып, бұл өмірге сыйымсыз қалып, асыра қалықтаппын. Мен үйлесімділік ұстай алмаппын. Енді мен үлкен өмірге қанат басқанда ерлі болдым, өзім зайып болдым, отбасы болдым. Мен сонда ғана үлкен табысты әйелдің жетістігі, ол отбасын құрып, отбасын бақытты қылу ең керемет жетістік екен, сонда ғана ұғындым. Ал бірақ отбасы жетістігіне, бақытына жетемін деп 25 жыл өмірімді арнадым. Сөйтіп барып, балалық рухымды жетілдіріп кезіндегі сол шығармашылығымды оятып, қайтадан мені қоғамдық жұмысқа келгеніме 20 жылдың үсті болды. Бұл дегеніміз қалмайды екен. Бұған себеп әкем мен шешем деп ойлаймын. Жаңағы сіз айтып отырған рух, сіз айтып отырған шығармашылық, сіз айтып отырған әке шешенің ықпалы,
міне осында. Менің шешем айтып отыратын, адамның қолы қалай бос отырады деп. Ол кісі керемет, елге ерен есімі бар ұстаз. Қазірге дейін ұлағатты абысы болған адам. Мысалы қараңыз, ол туралы тағы да шешем туралы әңгіме айтсам, ақсақал, мысалы, үйіңізде ата бар, әже бар делік. Ол атаның миссиясы сол эгоистік пейілмен, пейілі, пиғылы, құндылығы аздау болса, сол отбасының шалы ретінде қалады. Ол өзінің отбасынан артылмайды. Ол ақсақал емес, ол қоғам үшін ол шал есептелінеді. Ал өнегесі, үлгісі, берері, айтары, жақсы істері, бұның барлығы үйінен асып көшесіне жетсе, көшесінен асып ауылдың бәріне жетсе, елге тарала бастаса, ол дегеніңіз қоғам тарапынан ақсақал болып есептелінеді. Ал егер сол елінен асып, керемет жаңағы мемлекет тарапына, барлық елдің тарапына жариялы болса, онда ондай ақсақалдарды абыз деп атауға болады. Менің шешем Жаңарқа еліндегі аңызда, ақсақалда азамат деп есептеймін. Әйел адамға абыз ана дейді, ақсақал деген сөз бұйырмаған. Бірақ өзінің серігінен ерте айырылғандығынан ұрпақ үшін ол, өзінің әулет үшін ол кісі ақсақал. Осындай жасқа жеткен. Менің көмір болған анам әлі күнге дейін көмір. Анамды көмір қылған мен кімге көмір болдым? Мен табысты адаммын деп отырмын ғой. Менің бала кезімнен, ата-анамнан, өзімнің оқымысты білімге деген, кітапқа деген жаңағы жүйріктігімнен менің дарыған құндылығым жүрегіме, рухыма. Бұл дегеніңіз, қалай айтсам болады? Мынау пайғамбардың шапанына жабысқан мысықты қалай лақтырсаң да, төрт аяқтап тұра қалады ғой. Рухы мықты адам дәл сондай. Қандай да бір қабырғасына батқан ауыртпалық болсын, қандай да бір қиындық көрсе де, қайткен күнде де рухын, мықтылығын, батырлығын, адалдығын ешқашан жоғалтпаған емес. Бұл рухы мықты болу дегеніміз, бұл тұлға дегеніміз. Бұл рухы мықты адамдарды қазіргі бала тәрбиесіне де, сот жүйесіне де, мынау ағартушылық ісімен айналысатын жерлерде бек көп болса, соғұрлым ұрпағымыз да мықты болады. Менің ата-анам жақсы жұмыс істеп, жақсы сөйлеген адам. Менің өзім жақсы ойлап, жақсы сөйлейтін адам. Мен оны бір мақтанышпен айтып отырған жоқпын. Менің рухым мықтылығына тағы бір дәлелді айтайын. Мысалы, қазіргі ортада бір адамды әңгіме қылып жатыр. Оның бір қасиеті, жаман қасиетін айтып әңгіме қылып жатыр, иә? Ешқашан қосылмайды. Неге? Өйткені адамның діңгегі, адамның рухы сусындаған ұлттық құндылыққа, рухы мықты адам, ол мінессіз болмайды. Мықты болса болды. Қалған жаңағы әңгімеге әуестігі, не болмаса аңғалдығы, не болмаса тағы да бір жаңағы ісмерсіздігі, ол дегенің сол діңгектің, сол бәйтеректің шашақтары. Менің ұғымымда ешбір адамды ешқашан өкпартып, ешқашан жаңағы жаман деп бір адамның айтуымен өмір қабылдаған емеспін. Себебі жақсы адамның діңгегі мықты адамның бір қағаз бетіне бір точка қойықшы, қарағаны көрінеді ғой. Онымен мен ешқашанда өмір бағамдай алмаймын.
сол менің діңгегі мықты деп қабылдаған, енді қазақта бір екінші жақ сөз бар, енең дұрайынды емеурінен танисың деген. Діңгегі мықты адамдарды мен тез танимын. Тез танимын. Сол адам туралы жаман пікір, жаңсақ, жаңағы таяз ой айтылып жатса, қайткен күнде де суырып алып шығатын күшім де, пайымым да өзімді жетіп артылады. Беріле салмаймын. Және де осы өмірімде мен адам баласына өкпе артып көрген емеспін. Менің айтар ойым мен сөзім ойымда және тілімнің ұшында тұрады. Тазалап отырамын жүрегімді. Бір дастархан басында ұнатпайтын адамды кездестірген емеспін. Бұл дегенің де ерекше қасиет. Бұл дегенің де тұлға болған жаңағы табысты адамның бір әдеті, мінезі. Мен неге өзімді табысты деп айтамын? Өзімнің рухым биіктігінен табысты деп айтамын. Және еңбегіме де солай адалмын. Еңбегіме де солай адалмын. Ол отбасы болсын, ол әріптесім болсын, ол қоғамда араласып жүрген адам болсын. Өкпемен жанымды кірлетпеймін де, онымен уақытымды да өткізбеймін. Кейде менің тұлға болып қалыптасуыма бала кезімнен тағы бір әдет қалыптасты. Мысалы, уже жасөспірім болып қалған кезде анамыз ерте тұрып сиыр сауып, оны шелекті қояды да, сосын қайтадан ұйқыға кетеді. Жас кезімізде енді жүрген шығар, атасы болды, енесі болды, қызметі болды дегендей. Біз 3 қыз семьяда, отбасымызда тетелес болдық та, кезек-кезек таңертең тұрып, шешем ұйқыға жатып, сиыр сауып ерте біткеннен кейін, біз өзіміздің уақытымызда тұрамыз да, сиырымыздың сүтін тартамыз, сүт мәшинемізді жуамыз, есік алдын сыпырамыз, сөйтемізді, бақшаны суарып қоямыз да, сосын самаурынды қойнатып, сол самаурын отпен бірге менің ішім, жүрегім от қып лаулатып, жаңа хат жазу тәсілін қолданып, мен рухани хат жазамын өзіме. Осы әдет әлі бар. Одан кейін отбасылы болдым. Пеш жағамыз, от жағамыз. От жағып отырып, дүние құрып кетсе де, от жанып бітіп, жаңа самаурын қайнағанша, мен сол әдетімді бір қатты өзіме бөлемін. Ешқандай қазір әлеуметтік желіге кірмеймін. Телевизордың жаңалығына қарамаймын. Тек өзімнің жаныма, рухыма хат жазумен әлемге дейін айналсам. Бұл менің маздатып жүрегімді жағуыма, рухымды ұстап тұруыма тамаша қалыптасқан әдет деп ойлаймын. Жүрегімде ешқандай кірге де. Менің әлеуметтік желі дейміз, әлеуметтік желіге қарап, адамның ой сан-саққа кетеді. Біреу табысты, үйтіп атыр, біреу коуч, мен сені керемет қылам, сенің қазіргі жолың болмағаның, баяғы ата-анаңның дұрыс қарамағаны, немесе сенің өзіңнің күлігің емес, өзіңе ғана қарағанды өзіңді жақсы көрулігі деп, ой, бір әңгімен соғып жатып, соған елтет келіп. Рухы мықты адам ешқашан елтпейді. Рухы мықты адам үйретеміз деп, ол үйрету үшін өзінің олардың бір несі, мүмкін білімді шығар, бірақ ақша табу табысты емес, табыскер әйелдің жолындағы әдіс айласымен адамдарды жаңағы өзіне тарту. Ол да кінәлі емес. Адамның соған таяздығынан, соны үйренем деп жан-жаққа шашылып, ол өзінің кім екенін біле алмай, не ұрпағын дұрыс тәрбиелей алмай, не дұрыс сөйлей алмай, кім екенін білмей қалуында. Ол үйретуші коучпен бірге, ол өзі емес. Ішіндегі діңгегі қайсы, оғыны қарап тұрған жоқ қой. Ол бір жағымен ғана түсіндіріп тұр ғой. Шынды өзің ғана білесің ғой. Сен неге жан-жаққа кетуің керек? Міне, рухы мықты адам жаңағы мысық құсап, қайткен күні де төртаяқтан түседі деген осы. Мына ұрпаққа, соткаға дейін ұлттық тәрбиені өзіне қандырып сіңіріп тастау дегенде сондықтан айтылды. Бұл мәселе, керемет мәселе. Тағы бір жаңа қайталап аяқтамай кеттім. Мені кім көмек қылады? Бір қызық оқиғаны айтайын. Өз өмірімнен, тәжірибе ретінде ме, өз өмірімде болған оқиғаны айтайын. Мен сол хат жазып жүріп, кейіннен өмір соқпағына, айтып отырмын ғой, өмір соқпағына үлестіре алмағандықтан кішкене жоғалтып алғанымды. Жоғалтып алдым өзімді. Сол уақыттардан кейін
отбасын құрып барлығын сабарлағаннан кейін осы қалпыма, тұлғалы қалпыма жеттім деп айтып отырмын ғой. Табысты қалпыма деп. Енді кейіннен мынау ғалым дамып, технология дамып, мынау Моймир деген шықты ғой кезінде. 2000 жылдары ма, 2000 жылдардың үстінде Моймир деген шықты, мои одноклассники деген шықты. Осындай әлеуметтік желілер пайда бола бастаған кезде жұмыстың, қызметтің талабымен ашуға тура келді. Сол кезде сарт етіп маған жаңағы Жанар Ысқаққызы, сізді істеп жүрген адам бар деген жаңағы жарқ ете қалды. Ой, мені кім іздеп жүр екен десем, баяғы өзімнің хат алысқан бала кезімнен сондай достарымның, өзімнің сол уақыттағы не деп айтады жаңағы пікір таласым, ой толғанымен бөліскен достарым екен, істеп жүрген досым екен. Ол менің қанша жерден сол шығармашылығыммен өмірімде айналысып кетпегенмен, сол досым айналысып кеткен. Ол Жалын газетінің редакторы болған. Ол Әбдіжәміл Нұрпейісовтің шәкірті болған. Ол керемет жаңағы өзінің шығармашылығын, үйлесімін тауып, соған қол жеткен адам екен. Соның сөз есімде. Рас па, өтірік па Жанар, бұл сен бе? Менің көңілім болып едің. Сенің хатыңды тосып, күнім тосумен өтуші еді. Сенің хатыңнан нәр алып, мен сол үшін осы шығармашылыққа келдім деп айтқан бар. Мен таң қалдым. Бала кезінде оны ойламаппын. Тағы бір жағдайды айтайын. 2010 жылдары, қай жыл екен есімде жоқ, қызметте отырсам, телефоным шырылдады. Сіз Жанар Ысқаққызсыз ба? Иә. Жұмабаева? Иә. Мен бір жұмыс барысындағы бір поставщик шығар, или бір сол жөнде звондап, сіз қай мекемеденсіз, не жөнде звондап тұрсыз десем, жоқ, мен ешқандай мекемеден емес, мен сізді іздеп тұрмын деді. Дедім, аты жөнін айтты. Менің есімде жоқ. Есіме ештеңе түсірмеді оның аты жөні. Мен осындай облыс, осындай аудан, осындай селодан дегенде ғана бала кезімде хат жазғандағы жаңағы адрес есіме сарт ете қалып, есіме түсе бастады. Ол жігіттің де айтқаны шығармашыл адам екен. Қазақстанға белгілі кәсіпқой журналист екен. Сол кісінің айтқанын білесіз бе? Жанар, мен осы рахмет айтқым келеді сізге деді. Мен сізді қандай шығармашылықпен жүрсем де, сізді ойымнан бір шығарған жоқпын деді. Менің журналистика факультетіне түсуіме бірден бір себеп өзіңіз болдыңыз деді. Мен өлең жазып, сізге түзету үшін сізге жіберген кезде, мына өлең дұрыс емес, оны былай қып өзгерт деп, сіздің жазған хаттарыңызбен мен ерексіп, қандай да болсын жаңа қайткен күнде де талаптанып, мен сол жобаларға қатыстым дейді. Конкурстарға қатысып, қайткен күнде де маған сол талап болды сіздің хаттарыңыз дейді. Сіз қай саладансыз дейді. Көрдіңіз бе? Мен таң қалдым. Сіздің жазған хаттарыңыз дейді, бір чемодан болып, сол ауылымда қазір қара шаңырағым жоқ, әпкем үйде қалған дейді. Менің балалық шаққа махаббатым қайтадан оянды. Шіркін-ай, сол жазған жазбаларымда қандай ой болды екен. Қалай қайтып оқи аламын дегенде, оның ісі жоқ. Солай мен жоғалтып алдым. Әпкем үйде қалды, одан кейін ісі болмай қалды. Осы кейінге дейін мен оны сақтап сөйтіп едім дейді. Сөйтсем ол кісі шығармашылда, одан кейін интернетке қарай бастадым. Ол кісі кім? Қандай екен деп. Қарасам, расында да кәсіпқой журналист екен, керемет. Маңызды жарияланымдары бар, атақты журналист екен. Өмірде сол екі адаммен де кездесіп көрген емеспін. Таңғаларлығы. Сол кісінің, жаңағы журналистің, кәсіпқой журналистің айтқан рахметінен мен өзімнің, мен жай адам емес екенмін ғой деп ойладым. Мен кезінде өзімді жоғалтқан уақытта
бір 60 жас 70 жаста Қазақстанның тұлғаларына творчестволық есеп беріп қойып оның басында мақтап жаңағы осындай да осындай деп жатқанда мен ұялатырмын. Неге бұл сыртынан ғана айтып басқадай бір не жасамады, неге көз үшін осыны қалай көтере алады екен деп ойлайтынмын. Сөйтсем ол да қате пікір екен. Қазір мен өзімнің мықты рухым барын ешқандай жасырмай айта аламын. Өз-өзіме сенімді түрде айта аламын. Сөйлесем сөзім мығым, ойласам ойым мығым. Мен отбасыммен қосылып отырып, жетістігіне жетіп барып, ойша. Ал кезінде мен оның бәрін сырт қойдым. Кезінде ұлттық қанымызға сен құндылығымызға сай, бойымда ғана ұстап, пайымымды, білгенімді бойымда ұстап, пайымымды ойымда ұстап, отбасын жетілдіріп алдым. Құдайға шүкір. Одан кейін осындай рухпен, осындай діңгекпен мен қайтсем елге, адамзатқа, ұрпаққа, өз ұрпағымның ортасы ғой ол. Отанға қызмет етпей қоймауға мүмкіндік бермейді. Жауабым осы. Рахмет. Сұхбатымыздың басынан отбасы туралы айтып жатырмыз, отбасы құндылығын айтып жатырмыз. Енді осы мықты, берік отбасын бір сөйлеммен айтқанда, мықты отбасы дегеніміз бұл мықты отбасы дегеніміз мықты әке, дана ана, талантты бала, бір-бірін жақсы көруден жарасымдығын тапқан жанұя деп ойлаймын. Рахмет. Рахмет сіздерге де. Ден қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Сізге де алтын уақытыңызды бөліп, өзіңіздің ой пікіріңізбен бөліскеніңіз үшін көптен көп рахмет. Бүгінгі ой бөлісуіміз жүректерге жетіп, саналарға сәуле түсірсе, біздің мақсатымыздың орындалғаны. Саналы ұрпақ тәрбиелеуде бірге болайық. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.